Нұрғасыр KZ ұсынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, бүгінге біз фиқ сабағын жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта біздер таң намазының мұстахаб уақыттарын өткен болатынбыз. Бүгіндікке бесін намазы мен асыр намазының мұстахаб уақыттары, яғни қай уақытта оқысақ сауабы көбірек болады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейде істеп, кейде істемеген амалдарын мұстахаб амалдар деп айтамыз. Автор былай дейді: Юстахаббу таъхиру зухри сайфи. Өздеріңізге белгілі, араб түбегінде экваторға жақын болғаннан кейін өте ыстық болады да, жаздың кезінде тіптен. Мында былай дейді: жаздың кезінде бесін намазын кешіктіріп оқу мұстахаб болады дейді. Яғни ибрадуху фи шиддатил харри. Қатты ыстық кезде кешіктіріп оқу. Яғни түс ауғаннан кейін салқындатып оқу мұстахаб. Ва хуа муттафақун алейхи. Лиқаулихи саллаллаху алейхи ва саллям. Енді осы сөзге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мына бір хадисін келтіреді. Бұхари мен Муслимда келген. Яғни Бұхари және Муслим атты Муслимнің хадис жинақтарында келген мына бір хадис. Абриду биззухри фа инна шиддатал харри мин файхи джаханнама. Бесін намазын салқындатып оқыңдар, өйткені қатты ыстық қапырық ол жаханнамның буынан дейді. Хадис. Раваху аль-Бухари ват-Тахави бима'наху мин туруқин. Осы секілді мағынадағы хадисті имам Тахави да бірнеше жолдармен жеткізген дейді. Лима фит-Тахави ан ибн Мас'удин радиаллаху анху. Енді имам Тахави Абдулла ибн Мас'уд, өздеріңізге белгілі сахаба, Абдулла ибн Мас'удтан мынада бір хадис жеткізеді. Имам Тахави өз кітабында, хадис жинағында. Аннаху ра'a ан-набiyya саллаллаху алейхи ва саллям ю'аджилу фи зухри фи шитаи ва юаххируха фи сайфи. Абдулла ибн Мас'уд қыстың кезінде пайғамбарымызды қыстың кезінде бесін намазын тездетіп оқығанын, ал жаздың кезінде бесін намазын кешіктіріп оқығанын көрген. Өйткені қыстың кезінде неге ертерек оқитын болған? Өйткені ар жағындағы асыр намазының уақыты жақынырақ болды. Ва ан Анасин нахвихи равал Бухари мин хадис Халид ибн Динар қала. Анас ибн Маликтен және сол секілді сахабалардан жеткен мындай хадис бар. Соның ішінде имам Бухари Халид ибн Динардан жеткізген хадис. Халид ибн Динар былай дейді: Салла бина амируна аль-джумуата. Біздің әміріміз, яғни мүміндердің әміршісі Абу Бәкір, Алла ол кісіге разы болсын, бізбен бірге, яғни біздің әміршіміз бізбен бірге жұма намазын оқыды дейді. Сумма қала ли Анасин. Сөйтіп Анас ибн Маликке былай деп айтты дейді. Яғни білесіздер, Анас ибн Малик ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мекке қаласынан Медине қаласына хижрет етіп барған кезде бүкіл ансарилық, яғни Мәдине қаласындағы сахабаларды ансари сахабалар деп айтамыз.
Мединалық тұрғындар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды күтіп алып алдынан өздерін заттарын ұсынып, үйлерін ұсынып, тамақтарын ұсынып жатқан кезде Анас ибн Малик ол кезде 10 жастағы бала. Анас ибн Маликтің анасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қарап: "Е Аллахтың елшісі, елдің барлығы сізге өз заттарын ұсынып жатыр. Менің сізге беретін еш нәрсем жоқ. Мен сізге бұл баламды сыйлық ретінде беремін. Өзіңіз тәрбиелесеңіз" дейді. Осы бала міне Анас ибн Малик сахаба. Анас ибн Маликке былай деп айтты дейді Абу Бакр: "Кайфа кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам юсалли зухра?" Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бесін намазын қалай оқитын еді дейді деп сұрады дейді. Қала, ол айтты дейді: "Кана набийю саллаллаху алейхи вассалам иза иштаддал барду баккара бис-салати ва иза иштаддал харру абрада бис-салати." Алла елшісі суық қатты болған кезде, қатты суық кездерде бесін намазын ертерек оқитын кез. Ал қатты ыстық кездерде, қапырық кездерде бесін намазын кешіктіріп оқитын еді дейді. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, Абу Бакр рахимахуллах радиаллаху ан Анас ибн Маликтен сұрап жатыр да. Неге? Өйткені Анас ибн Малик пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы дүниеден өткенге дейін жанында ылғи жүретін сахабаларынан, яғни пайғамбарымыздың бір үйінде өскен. ورواه النسائي عن أنس لفظه. Тура осы сияқты мағынадағы хадисті имам Насаи да риуаят еткен. إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل بالصلاة. Тура сол сияқты мағынадағы хадистер. Өздеріңізге белгілі Сихаху ситта сенімді хадис жинақтары бар. 6 кітап. Яғни сенімді 6 кітап. Олар Бухари, имам Муслимнің кітабы, одан кейін Абу Дауд, Ибн Маджа, Тирмизи, Насаи. Осы 6 кітап. وأما حديث أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله. Ал енді мынандай бір хадис бар дейді. Алғашқы уақыт Алланың разылығы, соңғы уақыттың соңы Алланың кешірімі деген бір хадис бар дейді. Демек осы хадиске сүйенетін болсақ, алғашқы уақытта болсын, соңғы уақытта болсын оқу мұстахаб болып қалады ғой дейді. Бірақ осы жерде автор айтады, Алил Қори айтады, бұл хадисті жеткізген рауилар, жеткізушілердің тізбегінде мынандай бір адам бар дейді. Яқуб ибн әл-Валид. Яқуб ибн Валидті қада кәззабаху Ахмад ибн Хамбал. Имам Ахмад, яғни Хамбали мазхабының негізін қалаушы Ахмад ибн Хамбал бұл кісіні жалғаншы деген дейді, өтірікші деген. Сол секілді басқа да хуффаз, сайрул хуффаз, басқа да хафиз, яғни хадистанушылар, хадистанудың майталмандары істеген жалғанға шығарған, жалған өтірік айтады деп айтқан бұл кісіні. Сондай сынға алған бұл кісіні. Сондықтан бұл хадистің дәрежесін істеген төмендеткен. Қал әл-Байхақи фил Ма'рифа. Бірақ имам Байхақи Ма'рифа деген кітапта былай деп айтады. Иннама яруи ан Аби Джафар Мухаммад ибн Али мин қолихи. Бұл Яқуб ибн Валид деген кісі, және сынға алынған кісі, Алидің баласы Абу Джафар Мұхаммедтен хадис жеткізген дейді. Яғни, не деген сөз? Оның сөзі, яғни бұл хадисті жеткізген дейді ол кісі. Демек, оның хадисінің ол кісіні
кәззәб деп айтуға негіз жоқ деп жатыр да. Құран кәрімде мынандай аят бар. Ясалунака маза юнфиқуна қулил афу. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сенен сұрайды дейді. Нәпақа Алла жолында садақа бергендерге қандай сыйлық бар деп айт дейді. Деп сұрайды дейді. Айт әл-афу, артығы беріледі деп айт дейді. Яғни афу деген тілдік мағынасы негізінде кешірім. Сондықтан жаңағы хадисте айтып жатырық. Алғашқы уақыт, яғни хадис бар жоғарыда айтқан, әуәл уақти ридуануллахи ва ахир уақти афуллахи. Алғашқы уақыт Алланың разылығы, соңғы уақыт Алланың кешірімі, яғни арабшасында афуллахи деп аударылып тұр да. Бірақ ол жерде YouTube афуллах деп аударған кезде кешірім деп аударылмайды. Алланың артықшылығы, абзалдығы деп аударылады. Яғни артығы беріледі. Яғни Алла жолында нәпақа берсеңдер, садақа берсеңдер, одан артығы беріледі деп аударылады. Сондықтан абзал уақыт соңғы уақытта кешіктіріп оқу намазды. Неге бұлайша логикалық тұрғыда қарастырсақ та, алғашқы уақытқа автор айтып жатыр. Не дейді? Ла ялхақуху куллу ахадин. Өйткені алғашқы уақытта әрбір адам үлгере бермейді дейді. Яғни жамағатты жинап сөйтіп барып оқитын болғанда. Ва таъхирул асри, жақсы түсінікті, бес намазын кешіктіріп оқуға осы дәлелдер. Одан кейін аср намазын кешіктіріп оқу мұстахаб дедік. Сауаун кәна фиссайфи ау шитай. Жазда болсын, қыста болсын кешіктіріп оқу мұстахаб. Мәләм татағайяр. Ай әш-шәмсу. Күн өзгермегенге дейін кешіктіріп оқу. Яғни қалай? Ва хуа тағайюру қурсиха инда Аби Ханифа ва Аби Юсуф рахимахуллах. Абу Ханифа рахимахуллах, Алла кісіге мейіріміне бөлесін, және оның шәкірті Абу Юсуфтың пікірінше, күннің домалағының өзгергенге дейін, яғни күнге қараған кезде ла тухару фихал a'yun. Күнге қараған кезде көз талмайтындай болу керек. Көздің жауын, майын алмайтындай. Яғни күннің несі, жарығы, нұры қайтқан кезде тек домалаға көрініп, көзді қайтармайтындай дәрежеде болса, сол уақытқа шейін кешіктіріп оқу мұстахаб болады аср намазын. Ал енді Абу Ханифаның шәкірті имам Мұхаммедтің пікірінше дейді. Оның пікірінше және имам Малик, имам Шафиғи, яғни Малики мазхабының, Шафиғи мазхабының өкілдері, негізін қалаушылардың пікірінше, олардың пікірінше нейді? Тақдимуху афдал лиқоли Анасин. Анас ибн Малик, яғни бағана айтқан сахаба, сол кісіден жеткізген мына бір хадиске негізге алына отырып, аср намазын ертерек оқу абзал деп айтады бұл. Яғни Малики мазхаб, Шафиғи мазхаб және Абу Ханифаның шәкірті имам Мұхаммад. Ол мынандай хадис. Инна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям кана юсалли ал-асра фаядхабу адh-dhahибу ила al-awali ва-шамсу муртафи'a. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям аср намазын оқитын еді. Сөйтіп жамағат тарап үйлеріне барған кезде, қайтқан кезде күн әлі жоғарыда көтеріліп тұратын еді дейді. Демек әлі де кешіктірмеген да, ертерек оққан намазды. Тағы бір мынандай хадисті келтіреді, яғни Шафиғи мазхабы, Малики мазхабы. Лихикаяти Рафи ибн Хадидж
Рафи ибн Хадиж деген сахаба болған. Сол кісі айтады: "Кунна нусалли ма Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам салатал асри." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аср намазын бірге оқыған едік дейді. "Сумма нанхарул аль-жазура." Сөйтіп құрбандық шалдық, құрбандық сойдық, бауыздадық немесе мал бауыздадық. Фатуқсаму ашрата қисамин. Сөйтіп ол мал 10-ға бөлінді, 10 бөлікке бөлінді. Сумма натбаху. Сөйтіп пісірдік оны. Фанакулу лахман надижан. Сөйтіп піскен етті жедік. Қобла ан тағруба шамсу. Күн батпастан бұрын дейді да. Демек, біраз намазды, аср намазын оққаннан кейін біраз уақыт өткен, көрдіңіз ба? Мал сойған, пісірген, оны бөлген, сөйтіп жедік. Сөйтіп болған кезде әлі де күн батпаған еді дейді да. Демек, аср намазын ертерек оққан да осы кезде. Демек, екі хадисті дәлелге келтіріп отыр бұл кісілер, яғни имам Шафиғи мен имам Малик. Бұл мазхабтарда кешіктіріп оқу емес, ертерек оқу абзалда бұларда. Равахума Шайхан ва Тахауи. Енді осы екі хадисті де Шайхан, яғни Бухари, Муслим өз хадис жинақтарын жеткізген, және де имам Тахауи жеткізген. Валана. Енді біздің дәлелдер. Ма раваху Тирмизи ан Умму Салама аннаха қалат. Имам Тирмизи мынандай бір хадисті келтіреді. Умму Салама сахабадан, сахаба Умму Саламадан, сахаба ел, аннаха қалат, ол кісі айтты дейді. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам ашадду та'жилан лизухри минкум ва антум ашадду та'жилан лил асри минху. Алла елшісі бесін намазын сендерден тезірек, ертерек оқитын еді. Ал сендер аср намазын одан ертерек, жылдамырақ оқисыңдар дейді. Демек, не болған? Не істеген? Аср намазын Пайғамбар салам кешіктіріп оққан да жерде. Сахабалар айтып отыр да жерде. Умму Салама, сендер Алла елшісінен аср намазды ертерек оқисыңдар. Демек, Пайғамбар салам кешіктіріп оққан аср намазын. Валимам раваху Абу Дауд, және Абу Дауд риуаят еткен тағы бір хадис бар біздің дәлелге. Аннаху саллаллаху алейхи ва саллам кана юаххиру асра ма дамат аш-шамсу байда нақия. Пайғамбар салам хадисі бар. Абу Дауд жеткізген хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам аср намазын күн дейді әппақ ағарғанға дейін, сарысы кетіп, сарғайғаны кетіп, ағарғанға дейін жалғастырып, кешіктіріп оқитын еді дейді. Осы екі хадисті сүйеніп, біздің мазхаб аср намазын кешіктіріп оқимыз, яғни мұстахаб кешіктіріп оқу. Сауабы көбірек. Вараваху Дарақутни ан Рафи ибн Хадиж мислаху. Осы мағынадағы хадисті имам Дарақутни риуаят етеді. Ал жоғарыдағы, яғни имам Шафиғи мен имам Маликтің келтірген хадистер бар ғой, Пайғамбар салам аср намазы ертерек оқиды деген. Бұл хадистер, яғни бұл оқиға ол кейде болған дейді да. Пайғамбар салам кейде істеген ол дейді. Сөйтіп түсіндіреді. Ол енді ғалымдардың бір ауыз келісім бойынша жайыз, дұрыс нәрсе. Демек, екі тараптың да көзқарасын анықтадық. Жалпы бұл амалдар не? Пайғамбар саламның жамағатпен де осылай орындайтын болған, жеке өзі де осылай орындайтын болған. Жалпы мұстахаб амал. Пайғамбар салам кейде істеп, кейде істемеген амалдар. Жақсы, бүгіндікке осы. Иншалла келесі сабақта біз құптан намазының мұстахаб уақыттарын өтетін боламыз. Аллах тағала мешітке басып келген қадамдарыңызға зор сауаптарын жазсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.